Сәлеметсіздерме оқушылар, бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы Шырақ батырдың ерлігі. Оқушылар дәптерімізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы сақтар тәуелсіздік жолында қандай ерлік көрсетті? Сабақтың мақсаты парсы әскерлерінің сақ еліне шабуыл жасаған уақыты, Шырақ батырдың ерлігі, тарихи деректер. Оқушылар, өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Сақ патшайымы Томиристің ел басқару саясатындағы рөлі, сақ батырларының ерлігі. Оқушылар ең алдымен білімі сайтын пайдаланып, Шырақ батырдың ерлігіне байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Парсы патшасы Дарий 150 жыл бұрын медиаға басып кірген сақтардан кек алуды көздейді. Осылайша біздің заманымыздан бұрынғы 519-518 жылдары Дарий патша 600 кемеге мінген 700 мың адамнан тұратын жер қайыстыратын қалың қолмен сақ жеріне жойқын жорғын бастамақ болып жолға шығады. Әрбір сақ жауынгерінің ержүрек, қайсар, отан үшін жанын қиюға дайын болғанын бүгін оқитын Шырақ батырдың ерлігі арқылы дәлелдей аламыз. Шырақ. Дарийдің қалың әскерін жеңу мүмкін емес. Одан да менің құлақ мұрнымды кесіп, денемнің сау жерін қалдырмай тілгілеп, жолға тастап кетіңдер. Елімді аман сақтап қалу үшін жанымды аямаймын. Тек бір тілегім бар. Артымда қалған отбасым жетімдік көрмесін. Дарий. Сен кімсің? Менің атым Шырақ. Өз елімнен көрмеген қорлығым қалмады. Олардан кегімді қайтарғым келеді. Сақтардың қолбасшысы мен әскерінің қайда жасырынғаны маған мәлім. Сендерге сақтарға баратын жолды көрсетем. Сақтар құдықтарды улап, шөптерді өртеп кеткен. Ол жақта ауыз су жоқ. Мен төтесінен баратын жолды білем. Сендерді дәл үстілерінен түсірем. Дарий. Қашан жетеміз? Аз қалды. Сәл шыдаңдар. Дарий. Бізді мұнда неге келдің? Шыныңды айт. Әйтпесе өлтірем. Шырақ. Жеңіске жетті деген осы. Ата жұртымды жаулап алмақ болған Дарий патша бастаған қанқұйлы жауды жалғыз өзім шөлге қамап, дымын құртып тұрмын. Төрт жақтарың бет бақтала, бастарың ауған жаққа жүре беріңдер. Бірақ айтпады деме. 7 күнге дейін шөл даладан көз ашпайсыңдар. Аштық пен шөл азабын көресіңдер. Ал менде ешбір арман жоқ. Кіндік қаным тамған туған жерімде қаным төгіледі. Денем осында көміледі. Артымда аман есен халқым қалады. Барса келмес құмына еніп кеткен қалың әскер қайтып шығуға жол таба алмай, әбден шаршап, қалжырап, шөлден қырылады. Дарий аз ғана әскермен аман қалады. Оқушылар, бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма сәйкестендіру. Бірінші тапсырмамызды орындап болсаңыздар, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма тест, яғни оқушылар берілген сұрақтарға дұрыс жауапты таңдап қоясыздар. Оқушылар, егер сіздер тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.